Беташар болған күннің кешінде мен өзімді өмір бойы армандаған арманыма жеткендей сезіндім. Бақыттан басым айналып тұрды. Үстімде ақ көйлек, жанымда жан-жарым аз, ал айналам мәз мейрам туған туыстар. Тек күйеуім тым салқын, бірақ шаршаған шығар деп өзімді жұбаттым. Түнде жаңа үйімізге келдік. Енем мені аса бір салқын қабылдады. Босағаны атыраттамастан. Бұл үй тыныштықты жақсы көреді. Босқа қыбырламай көп сөйлемей үйрен деді. Күйеуім болса үндемей, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Екеуміздің бірінші түніміз тым суық өтті. Ол жатты да ұйықтап қалды. Қолым бір жеріне тисе, шошып итеріп тастайды. Бейтаныс, бөтен адам сияқты. Ертеңіне ерте тұрып, шай қойдым. Енем, балам ертең іс-сапарға кетеді, артында әпкесі қалды. Соған бір апта қарайсың деді. Қандай әпке? Бұрын айтпадыңыздар ғой. Қысқасы, біздің бірақ талабымыз бар. Сол әпкесін ешкімге көрсетпеу, көшеге шығармау шарты сол. Күйеуім де жақсы адам, бірақ жүйкесі сыр берген. Бала күнімде анамыздың көз алдында өрттен тірі қалған. Қазір түнде сөйлеп, кейде жылап жүреді. Қорықпа, саған еш зияны жоқ деді. Сосын қызметіңе қайтадан оралдым. Бір айдан соң келем деді де үнсіз кетіп қалды. Мен жалғыз қалдым. Үйдің іші тым салқын, тым үнсіз. Бір бөлмеде есік құлыптаулы тұр. Енем кетіп бара жатып, мына кілтті алып жүр, оны кешке ғана ашасың. Тамақ беріп дәрісін ішкізген соң қайтадан құлыпта, сұрақ қойма деді. Сөйтіп артына қарамай шығып кетті. Түнде сол бөлмеден бір әйелдің күбір-сыбыры шығады. Кейде жылайды, кейде ырылдап күледі. Мен қорықсам да өзімді сабырға шақырдым. Жынды адамды адам ғой дедім. Бірақ дәл ертеңде мен алғаш рет сол бөлменің ішіне кірдім. Сол күннен бастап мен тозақтағы 30 күнім басталды. Сол бөлменің есігін ашқанда тұла бойымды біртүрлі суық леп шарпып өткенде болды. Іштегі ауа басқа, сасық емес, бірақ тұншықтырып тұратын ерекше иіс бар. Сәулесіз, қараңғылау бөлме. Терезеде перде жоқ, тек кішкене қақпағы бар, темір тормен жабылған. Терезеден күн түспейді. Төсектің үстінде шашы тарқатылмаған, түрі ұйпа-тұйпа, жүзі әбден әбігерге түскен, жасы 30-дан асқан әйел отыр. Жанарында жындылықтан гөрі қорқыныш, әлдекімнің қашқан, тығылған адамның көзі. Амансың ба деді жай ғана. Сен кімсің дедім. Даусы қарлығыңғы, бірақ анық. Келінмін дедім, өзім таныстырып. Ол үндемей маған ұзақ қарады. Сосын орнынан тұрып есіктің жанына келіп сыбырлады. Сен де кетесің. Сен де бұл үйден тұрақтамайсың. Бір айдан аспайсың. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Жынды әйел неге бұлай етті? Тамақ беріп дәрісін ішкіздім. Бірақ ол дәріні жұтқан жоқ, жастығының астына жасырды. Сен жынды емессің бе дедім, ақырын. Жоқ, жынды емес едім, бірақ осы үй мені сондай қылды деді. Сол түні ұйықтай алмадым. Дәл түнгі 3-те бөлмесінен естілген әлсіз ыңылмен қатар қабырғадан біреудің тырнаған даусы шықты. Кенет айнаға қарағанымда артымда біреудің тұрғанын көріп қалдым. Бұрылғаным сол еді, ешкім жоқ, шошып қалдым. Су ішпек болдым, кесе жарылып кетті. Таң атқанда қайтадан әлгі әйелдің бөлмесіне бардым. Ол мені күтіп отырғандай. Күйеуің қайда, кеткенін білесің бе деді. Сапарға. Жоқ, ол менен туған баласын іздеп кетті. Мен түсінбей қалдым. Қайдағы бала? Кімнен туған? Ол сыбырлап айтты. Мен әпкесі емеспін. Мен осы үйдің бірінші келінімін. Не? Менен кейін сен екіншісің, бірақ екеуміздің тағдырымыз ұқсас. Сені де жалғыз қалдырды. Сен де айқайласаң ешкім естімейді. Мен бірінші келінмін, деді ол, көзіме тура қарап. Бұл үйге мен де беташармен келгенмін. Сонда неге сені әпкесі деп таныстырды? Себебі олар мені тірілердің қатарына қоспайды. Мені өліге балаған. Тұла бойым түршіп кетті. Күйеуің мені сүйді, иә, бастапқыда.
Бірақ мен бала көтерген соң бәрі өзгерді. Ол мені кінәлай бастады. Мұндай әйелден бала туа ма деп. Сол кезде мен жас едім, сұлу едім, бірақ тым қаңғал едім. Сөйлей келе даусы дірілдеді. Ол мені қызғанды. Киіміме дейін тінтетін. Телефонымды бұзды. Терезеге перде жаптырмады. Үнемі біреулер қарап тұрады дейтін. Бір күні кешке ол мені ұрды. Іштегі сәбиге зақым келді. Балам түсіп қалды. Көзінен жас емес, тұтас ауырлық ағып жатқандай болды. Бірақ мен ол туралы ешкімге айтпадым. Анам қайтыс болған, туыстарым алыс. Бұл үйге бағынышты болдым. Сосын ол мені бөлмеге қамады, тек дәрі тамаға кеп беріп жүрді. Жынды деп танысақ, ауруханаға жібереміз, әйтпесе түрмеге кетесің деді. Себебі баланың өліміне өзімді кінәлетті. Мен оның сөзіне сенбедім, бірақ бөлмедегі тозған төсек, көгерген қабырға, жастық астындағы пайдаланылмаған дәрілер бәрі шындықты айтып тұрғандай. Кешір, саған ауыр болған шығар дедім мен сөз. Сен оны әлі білмейсің, менің балам тірі, бірақ олар мені жынды деп сол баланы менен тартып алды. Қазір ол бала ененің қолында, саған інісі деп таныстыру мүмкін, бірақ ол менің қаным. Мен не айтарымды білмей қалдым, аяқ қолым дірілдеп кетті. Ал күйеуім, ол қайда? Күйеуің қазір мені жоқ қылуды іздеп жүр. Түбінде бұл бөлмеде болмайды, мен де болмаймын, бірақ сені де қалдырмайды. Сол түн ұйқысыз өтті. Қорқыныш емес, түйсік тыныштық бермеді. Бұл үйде не болып жатыр? Мен шынымен құрбан болу үшін келдім бе? Бәрі өтірік болғаны ма? Таң атпай жатып, мен бұрын соңды кіріп көрмеген бір жерге баруға бел будым. Жертөле. Үйдің артқы жағында кішкене есік бар екен. Кілтті енем берген байламнан шықты. Темір есікті ашқанымда көне көгерген иіс дымқыл қабырға және баспалдақ. Төмен түскен сайын жүрегім дүрсілдеп барады. Сол кезде баспалдақ бітіп, кеңдеу бір бөлмеге тап болдым. Қабырғадағы шамды жақтым, қап-қараңғы бөлме. Бұрышта ескі сандық, іші толы ескі киімдер, балалар ойыншығы және жыртылған күнделік. Бетінде үлкен әріппен жазылыпты. Мен тірімін, сенбей қалсаң осы жазбамды оқы. Жазу дәл баяғы әпке айтып берген сөздермен сәйкес. Жазбалар бұрынғы. Бөлім деп жазыпты. Бір парағында күйеуім мені кешкісін бөлмеге жауып, сыртымнан темірмен бекітеді. Енем тамақ береді. Бір күні ыдысқа дәрі қосып беріп, мені ақыры сөйлей алмайтын халге түсірді. Мен тек жазумен арқылы ғана аман қалдым. Келесі бетінде сәбидің есімі Дінмұхаммед 7 айлығында алып кетті. Енем қолын алған. Қазір ол маған апа дейді. Бірақ менің балам екенін білмейді. Мен шошып тұрдым. Бұл жерде шынымен ешқандай жынды әпке жоқ. Бұл баласынан айырылған ана, қанды қол күйеуімен енесінің қолына түскен сорлы келін. Сандықтың түбінен сарыла қарағанымда тағы бір дәптер шықты. Ол жерде бұрынғы келіннің жүйеуіне жазған хаты. Егер бір күні менің орнымды басқа бір келін басса, оны жоқ қылмай тұрып, есіңде мені түсір. Сен менің тәнімді қорладым деп ойлағанмен рухымды сындыра алмайдың. Осы кезде жертөле төбесінен әлдебір аяқ дыбысы естілді. Біреу кіре берсе есікті жапқандай болды. Мен жертөледе жалғыз қалып қойдым. Жоғарға шығуға ұмтылып сол еді, есік ішінен құлыпталып қалды. Жертөледегі шам әлсіз жанып тұр. Мен есікті ұрып жатырмын. Бірақ жоғарда еш дыбыс жоқ. Бір күні мен сияқты келін түседі. Сол келінді шындыққа жолықса, мені босатады. Сол үшін мен күн сайын шыдаймын, күтемін депті. Осы кезде жоғарда кілттің дыбысы шықты. Есік жайлап ашылды. Төбемнен жарық түсті. Қарасам, сол әйел тұр. Жынды әпке емес, ана. Қолында фонарик, жүзі тыныш, бірақ жанары алаулаған. Саған сендім деді. Сен менің даусымды естідің. Ол мені жертөледен шығарды. Үйдің іші тым-тырыс. Енем мен балам екеуі таңертең мешіт жаққа кеткен. Саған емшіге апарамыз деген. Оларды қайтарма. Қазірден бастап бұл үйден кет. Ал сен ше дедім. Мен бұл үйде қаламын. Мен бұл зұлымдықтың аяқтауын күтемін. Осы кезде үйге күтпеген адам келді. Күйеуім ертерек оралыпты. Есікті ашып қалып екеумізді бірге көріп қойды. Не істеп жүрсіңдер? Сендер жертөлеге түстіңдер ме деді. Иә, және сенің шын бетіңді көрдім дедім. Ол мені итеріп әйелге тап бермек болды. Бірақ дәл сол сәтте Дінмұхаммед кіріп келді. Анасы оған қарады да, балапаным,
Мен сені 9 ай көтеріп 10 жыл күткен анаңмын деді. Бала аңдаң, күйеуім оны итеріп кет деді. Неге жылайсыңдар, анашым болма деп үнсіз қалды. Күйеуім сол сәтте суық қаруға ұмтылды. Бірақ мен дереу жедел жәрдем шақырдым, полицияға хабарластым. Бәрі санаулы минутта болды. Күйеуім ұсталды. Үйдің ішінде дәрігерлік анықтамалар, әйелге жасалған қорлықтың іздері табылды. Енесі болса бәрі мойындамай қойды. Бірақ Дінмұхамед енді шындықты көріп, анасына қайта оралды. Ең бастысы Дінмұхамед енді кімнің баласы екенін білді. Бірақ 10 жыл бойы апа деп келген жанның анасы екенін қабылдау оғанда оңай болған жоқ. Бала бейшара 2 оттың ортасында өскен. Бір күні келіп маған былай деді. Тәте, менің анамды неге қамап ұстаған? Ол жынды емес қой деді. Мен басымды изедім. Жынды емес, ол мықты әйел. Ол үшін сен өмірге келгенсің. 1 жылдан кейін мен ауылға қайта келдім. Қысқа ғана сәтке. Өзімді осы үйге тартқан бір сезім болды. Баяғы үй сол қалпы тұр. Бірақ енді ол иесіз, есігі құлыптаулы. Терезелерінен шаң көрінеді. Бірақ үйдің жанында бір ағаш өсіп келеді. Бұрын бұл жерде ағаш жоқ еді ғой дедім өз-өзіме. Балам еккен, анашым екеумізге жаңа өмір осы жерден басталсын деп еді. Бұрылып қарасам, баяғы әпке, яғни Айым апа. Қазір ол ресми түрде ақталған. Ешқандай психикалық ауытқу жоқ екен дәлелденіп, жәбірленуші ретінде тіркелді. Баласы Дінмұхамед мектепте үздік оқып жүр. Анасына деген махаббаты күн сайын артып келеді. Бір кездері үнсіз қалу менің ең үлкен қателігім болды деді Айым. Күйеуім өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Өз кінәсін ешқашан мойындамады. Ал енем елден безіп кетті, қайда екені белгісіз. Ал менше, бұл оқиғадан кейін өз өмірімнің құнын түсіндім. Мен де үндемей кете салсам, бір ананың үміті өшетін еді. Енді мен ешкімге сене алмаймын. Бірақ өз түйсігімді тыңдамай, жат жерге иіле салуға да болмайтынын білдім. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.